Сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалаев арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге торговый центр, сауда орталығын жасайтын боламын. Ал енді біз бастайық. Бірінші бізге бір дом керек, міне осындай. Осы домды соғамыз. Ал енді кіреміз. Бастамас бұрын арналы лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз кафе жасаймыз. Бұл кафені біз қайда жасасақ екен? Мен ең бірінші кафені мына жаққа істейін келіп тұр, осы жерге. Ең бірінші обойны ауыстырып аламыз. Мысалы, біз қандай обой қояйық? Мынандай, немесе қазір көрсем. Мен қазір ақ түске бояйтын боламын бұл жерді ең бірінші. Міне мынау ақ түске боядық. Асты осылай қала береді. Енді біз алдымен мына жерден мынау керек бізге, және үстіне не қоямыз? Мысалға, мына жаққа бұлай қойсақ болады. Нормально деп ойлаймын. Енді мына жақтан қарайық. Не бар екен бұл жақта? Осындайлар бар екен. Бірақ бізге бұл әзірше керек емес, және бізге кішкентайлау бір стол керек болады. Қазір мен ол осы жақта бар деп ойлаймын. Қазір қарап алайын бірінші. Вроде осы жақта болу керек. Мына жақтарда. Достар, мынаны ала салайық. Бұл керек емес маған. Қазір мен бір нәрсені тауып тұрмын. Мына жақта мынаны қоямын, және де осылай қойсақ жақсы болатын сияқты. Мен бұны ұмытып кетіппін. Так, енді біз жанына кішкентай стульчиктер қоямыз. Міне таптым. Міне осындай стульчиктер қоямыз. Көп қоямыз енді. Болады. Осындай төртеу қояйық. Бұл жетеді негізі. Енді біз мына жеріне, және достар, біз мына жеріне тағы да касса жасағым келіпті. Жоқ, қазір мынандай жасыл бар ма екен? Соны бірінші қарап алайын. Мына жаққа қоятын сол керек бізге. Так, біз мына жаққа тағы да қоямыз. Міне, мынадай қоямыз. Так, мына жерге бірінші қояйық, және мына жерге қояйық. Или бұлай қоя берейік. Міне, болды, осылай қойдық. Енді мына жерге кофейна керек. Мынаны қоямыз. Және бізге мына жаққа енді отыратын столдар керек. Біз қандай стол алсақ болады екен? Мынандай столдар алайық. Нормально. Осындай столдар жарасады деген ойда. Негізі нормально. Және мына жаққа кішкене осылай отырсын. Мына жерге істеп қояйын. Бұлай, және де бұлай. Міне, вроде болады. Тоқтаңыздар, мына жақта что-то дұрыс емес болып жатыр. Мыналарды удалить етіп тастайық та. Ойбай. Мыналарды удалить етіп тастап, мына жаққа қоя салайық. Және осылай болған, меніңше нормально. Үшеу жететін шығар. Міне, осылай, және мына жаққа қарай кішкене. Себебі мынау кішкене шығып кетті. Және болды. Енді мен мына жаққа қоятын торттарды істеп келіп тұр. Ол үшін біз ыдыс аламыз. Бетін жауып қоятын ыдыс алайын ба? Яғни бетін жауып қоятын ыдыс сіздерге қажет болса, енді бірінші торт жасау керекпіз. Либо пирог ба. Ең бірінші мына жаққа кіріп, кішкене рулеттер, пирогтар бар ғой, соларды салып қояйық. Мысалға мынаны салайық, және мынаны. Мынаны алып, мында қойып қояйық. Тағы да керек болады. Мына жақтың бәрін осылай біз толтыратын боламыз. Міне, және мына жаққа жабу керек тағы да. Біз енді мына жаққа мынадай бір не салайық.
міне осы үшеуін бірдей салсақ әдемі шығады деген ойдамын. Енді тағы да біз бұл жаққа не саламыз? Мысалға мынандай пирог, тоже осындай торттың бөліктерін салайық. Тағы да негіз бұларды да адамдар алады. Және міне осылай салдық, бетін жауып мына жаққа қоямыз. Осылай бәрін толтырып шығатын боламыз. Мұнда салатын мынадай торт сияқты бірдеңе бар. Ой, мына жаққа дұрыстап тұрып қойып алайық. Негізі мынау түзу тұру керек. Ойбай, мына жаққа қоямыз. Және де біз тағы не қойсам екен? Білмеймін не қоятынымды даже. Қазір ойланып көрейін. Екі-екіден қойған дұрыс деп ойлаймын. Және енді біз мыналарды бөлек-бөлек салып шықсам қалай болады деп отырмын. Мысалға, оларды бөлек-бөлек салсаң, вроде нормально болады. Қазір көрейін. Міне жаңағыдай аламыз, және бөлек-бөлек, яғни мысалға мынадай нені алайық. Ойбай, қайда? Мынаны алайық. Мынадан бізде үшеу саламыз да. Қазір бетін жабамыз. Қазір көрсетемін. Міне бетін жабамыз да. Ой, мына жаққа қойып қоямыз. Енді тағы да дәл осылай керек болады. Жоқ достар, тоқтаңыздар. Давайте көрейік. Тортты салып көрейік. Мына тортты. Сыяды ма екен, сыймайды ма екен, көреміз қазір. Если сыймаса, оны алып тастаймын. Себебі әдемі емес болып қалады. Вроде мынау болады. Міне осылай салып шықтым. Енді мына жаққа ыдыстарды қою керекпін. Мына дос болмай қалды, негізі. Жүрет, қазір көрем. Бақшы достар, біздің мына жақта картинкада негізі шыққан. Қазір көрсетем. Қайда ол? Міне мынандайлар шығу керек, шыққан. Осыларды қазір мына жаққа қойып қоямыз. Мысалы меню дейтіндер бар, осыларды салып қоюға өте ыңғайлы негізі. Осындайлар. Тағы да біз мына жаққа мысалға мынаны салып қойсақ, мысалы мынаны салып қоямыз, және тағы да осындай керек болады. Бұл жаққа да салып қоямыз. Бұл жаққа енді мынаны салып қояйық. Жоқ, тоқтаңыздар, мына жаққа салып қояйық. Және мен енді мына жаққа касса қою керекпін. Яғни QR сияқты соны қою керекпін. Міне мынаны. Болды. Енді мына жаққа тоже мынаны қоямыз. Енді мына жаққа суларды қойып шығайын. Бұл жақта міне мынандай сулар бар. Осындай суларды қояйық бірінші. Және де бізде бабл-тиларды қояйық. Түрлі вкустармен қойып қояйын. Және мындай мороженкалар бар. Екі-екіден қойсам жететін шығар. Міне, осылай екі-екіден қойып қоямыз. Міне, болды. Енді мына жаққа бізде стакандарды қоюға тағы да бірдеңе керек. Мысалы мынандай. Бұл жаққа енді стакандарды қоямыз ба? Міне мынандай керек бізге. Кішкене мыналар былай қарай тұрған кезде мынау сыяды. Міне осылай қойып қоямыз. Және стакандар. Бұл жақта қандай стакандарды қойып қойсам болады екен? Әдемі бір стакандар керек. Мысалы мынаны қойғым келмей тұр менің. Потому что бұл ұнамай тұр маған негізі. Сондықтан да мынаны қояйық. Осы нормальный сияқты. Ой, бұлай қойып шығамыз. Және тағы да бір нелер бар екен. Мындай астыда, кесесі астыда тұратын. Ой, тарелкасы астыда тұратын. Және үстінде кесе тұратындар бар ғой. Сондайды алғым келіп отыр. Мынандай. Осындайларды алып қояйын. Негізі мынау кофеина емес екен. Мен оны ұмытып кетіппін. Мен атын енді біліп тұрмын. Міне мынау кофеина ғой. Болды. Оны өзгерткім келіп тұр негізі. Мынаны алып тастап, одан да бір жарықтап тұратын бір нәрсе бар шығар. Соны көрейін. Негізі соны қойғым келіп тұр мен. Қазір көріп алайын. Мына жақта вроде жоқ сияқты, және мына жақта болу керек. Міне осы жақта екен. Міне осындай қойып қойғым келіп тұр. Әдемі сияқты.
Және мына жаққа камера қойып қояйын ба? Мындай ағын ба или қазір көрейін. Бірінші камераны қойып алайын. Камераны бір негізі торговый центрларда камералар көп болады, сондықтан мына жаққа біз камера қоямыз. Мына жақтың бәрі дұрыс болмай кетті негізі. Жарайды, міне болды, камера қойдық. Мен ойымша болды. Мен мына жақта ұмытып кетіппін свет қоюды. Мына жақта бір дәл жаңағыдай айтқан сияқты қара жоқ бекен. Қара вроде әдемі тұрады ау деймін. Сол міне қараны қоямыз. Не вот әдемі тұрды. Енді мен мына жаққа қойғым келіп тұр. Бұл жаққа ең бірінші мынадай бар еді ғой. Бір машина сияқты бірдеңе, соны қою керекпіз. Бірақ мен оны білмеймін қайда екенін. Негізі көбінесе білмейді екенмін мұны қайда екенін. Сондықтан да қазір бірінші тауып алайын. Шкаф жақтарда тұрған шығар деп ойлаймын. Міне шкаф жақтарда тұрыпты. Енді бұл жаққа біз гамбургер және фри дегендерді қоямыз. Себебі осындай сататын жер сияқты. Мына жаққа бірінші кетчупты қояйын. Ол обязательно керек. Және бізге гамбургер керек. Біз гамбургерді қазір өзіміз жасаймыз. Ең бірінші помидор және тестосы керек. Міне осындай. Осылай. Уже мына жаққа жасап қоя берейін. Осындай жасадым. Енді бізге картошка фри керек. Бұл жақта картошка фри бар. Міне осылай қойып қоямыз. Енді бұл жаққа мынандай шырындарды қойып қояйық. Және мына жаққа тағы да поднос керек. Бізде осылай атайды әйтеуір. Сіздерде қалай атайды осыны? Не? Осылай көп қыламыз. Және мына жаққа қазір мұнда может кетчупты қоямыз да, мына жаққа подносты қойып, мынандай нені аламыз. Міне мынаны осыны алдық және болды. Мына жаққа қазір картинка іліп қоятын боламын мен. Яғни мына картинканы іліп қоямын. Кафелер деп бар ғой, осындай картинканы іліп қоямын қазір. Міне мына картинканы. Және әдемі болды. Енді қазір қай жаққа может біз киімдерді қазір қоямыз. Достар, енді біз яғни киімдерді қоятын боламыз. Мына жаққа біз ішіне мен қойғым келіп тұр гардероб, яғни киінетін жер. Міне осындай екі жерді қойып қояйын осылай. Мынандай қазір осындай қояйық. Және де мына жаққа бір мынандайлар осы киімдерді қойып, осылай киімдерді мына жаққа қойып қоямыз. Және бір отыратын жер керек. Қазір көрейін мына жақтардан. Так. Білмеймін мен қат екен. Бірақ мынаны қойықшы одан да. Вроде осы әдемі сияқты. Ең бірінші тұрған осы ғой. Мына жақтан может қарап көремін қазір. Осы жақтан может қарап көремін. Мен негізі Токабукада көп орналасатын жерді білмеймін. Яғни әр зат қайда тұратын. Міне осыны қоямыз мына жаққа. Және де біз мынаны қояйық. Яғни касса болады мына жер. Уже қазір кассада осылай істеп алса болады. Және де мынаны қойғым келіп тұр. Осыны және біз мына жақтан, яғни ақша төлейтін жер, яғни мынаны және мынаны қоямыз. Ойбай! Мына жақта қуып кетті. Жарайды, болды. Енді біз мындай өтетін жер қойып қояйын. Мына жаққа осылай. Керемет негізі. Және мынау караоке, яғни радио дегенім. Міне, бірақ әлі қазір қоспай қойын, себебі менің даусым қазір естілмей қалады. Менің жерімде сондай. Мен негізі мынаның орнына былай іліп қоятын киімдер
болады ғой, қоятынше сондай алғым келіп отыр. Қазір сіздерге көрсетемін. Яғни міне осындай екеу қойып қойсам, зато ілініп тұрады. Вроде бұл осы нормально. Енді бұл жақта не бар ғой еще, анандай типа манекен. Соны қоямын қазір. Ол қайда енді, оны білмеймін мен қайда екен енді. Қайдан қараймын енді достар. Қазір тауып міне осы жақтарда болу керек ол. Мынаны қойайын ба? Бұны қойғым келіп тұрған жоқ, анау бар ғой, аппақ. Соны қойғым келіп тұр. Міне. Мынаны қойып қойайын ба? Мынаның үстіне қойып қойғым келіп тұр. Мына бірақ кішкентай ғой. Мынаның үстіне қайда? Үстіне қойып, міне болды. Вроде нормально. Мен достар ұмытып кетті. Меню қоюды. Мына жақтарға меню қойып қояйын. И то мына жаққа осындай қойып қояйын. Менің кафем өте нормально. Міне болды. Әдемі болды негізі. Енді мен светтерден анау ақ бар ғой, сол ақты қойғым келіп тұр. Ол ақ нормально вроде. Енді ақ қара қойдым мен мына жаққа, енді ақ қойып көрейін. Ол мына жақта ақ болу керек. Ойбай, мына ішіне кіріп кетті ғой. Не кіріп кетті? Жарайды, міне осылай тұр, және мынанда өйстіп қойып қояйын. Міне достар, мен уже киім дүкенде дайын болды. Қазір достар, біз бүйтеміз. Жаңағы жуынатын бөлмеге, ойбай. Қазір мынаған кіреміз де, және осындайлардан прям көп аламыз. Осындайлардан осы алдық. Енді бізге мына жақтағы керектерді аламыз. Бұл қыздарға тиіспейміз, себебі мен әлі өзімнің сериалымызды жалғастырып жатырмын, және ойбай. Мына ұлдардікін алып қояйын, және қыздардікі мынаны алып қояйын. Мынаны деген сияқты, мынаны, және енді біз бүйтеміз. Міне кете бер. Бізде мына жақта уже бар. Мұнауда өйстіп достар, киім ала аласың негізі. Ой, ұлдардікін бөлек қойып қоямыз достар. Өйстіп киімдерді алып аласыздар да, сосын сол киімдерді қайттан бұларға кигізіп қоясыздар. Өте оңай, және енді бұл тек қана неге ғой? Сериал түсіруге ғана. Сондықтан да өздеріңіз алып қоя аласыздар қашан. Мынау ұлдарға, мына жақтан бастап қыздарға қоямыз. Міне ұлдарға тағылға қоямыз. Және тағы да мынандай аламыз да. Барлық киімім тура жетіпті. Дәл осылай қайтадан басқа адамдардың киімдерін аламыз. Мысалға мынаны алайық. Мына қыздарды бөлек жинайын, ұлдарды бөлек жинайын. Мысалға міне, және ұлдарға, тағы да ұлдарға, купальник есть тоже. Осылай жинап берсеңіздер болады. Міне, енді бұларға барлықтарына кигізу керекпін. Міне, болды. Кигізіп тастадым. Келесі мына ұлдарға вроде мынау жетпейді ау деймін. Екі ұлды кетіре салайық та, тағы да осындай екеу алайық. Міне, және міне мынаны да кетіре салайық. Міне болды, және қыздардың нелерін мына жаққа сала саламыз. Ровно келіпті достар. Мына жақта тоже ровно келеді. Так, міне осындай киімдер болды. Осылай, болды. Енді бізге басқаларын потом істерміз. Енді басқасын көрейік. Тағы да қандай не істейміз, мен оны ойланайын. Сіздер мен бірге болыңыздар. Енді біз қазір мына жаққа, яғни мына жаққа мен дәретхана істейтін боламын. Бірінші ауысыр болайық, яғни
біз аппақ түске бояймыз бәрін, себебі барлығы бірдей түс болу керек деп ойлаймын. Мына жақта боялған, мына жақта боялмаған. Жарайды, бұл жаққа ақ түс емес, енді мынандай түс. Негізі ашпай қалайын деп тұр. Осындай түс немесе осындай ашық түс. Енді мына жаққа біз дәретхананы істей берейік. Астына мынаны істеп қоя саламыз. Енді дәретхананы істейік. Ең бірінші осы жақтан. Осындай енді көп дегенде үшеу алайық. Енді жарайды, екеу алайық, екеу жетеді. Енді мынаны алайық және тағы да мынаны алайық. Осындай екі жерге және айна. Айна негізі мынандай айналар бар ғой. Осындай айна аламыз. Міне. Осындай айналар алайық. Бәрі бірге тұратын. Осылай қояйықпыз. Зато кішкене нормальнылау. Негізі мынау әртүрлі болып кетті тұрғандары. Қазір кішкене түсіріп көремін. Міне, енді нормально болды. Мына жаққа вроде болды. Енді свет қоюды ұмытпайық. Светті қандай свет қоямыз? Тағы да дәл сондай свет қоя салайын. Мынандай. Жарайды, қарасын қояйын. Қарасы әдемі болды. Мына жаққа мен азық-түлік дүкенін істегім келіп тұр. Ең бірінші азық-түлік дүкенін істеу үшін мына жақта шкафқа кіреміз. Мен уже жаттап алдым достар. Көбінанын кейін жатып кеттім, білмеймін. Қалай жаттап кеткенімді. Осында екі жер қойып қоямыз. Және де мен тағы да так, мына жақта тұратындар бар ғой. Қазір сіздерге көрсетемін. Не осындай. Мына жақта керек. Мынандай емес, только басқашалау. Мынандай емес. Мынаны қойып қояйын. Мына жақта, короче, овощи, фруктылар тұрады. Және бізге енді касса керек. Кассаны қалай істейміз? Касса енді оңай деп ойлаймын. Уже кассаны істей бергеннен кейін уже оңай. Міне. Осылай және осылай. Мына жаққа кассаны істейміз. Так, кассаны істегенде жаңағыдай. Блин. Мынаны істейік. Осындай касса істейік. Және мына жақтан міне мынаны және осыны қойып қоямыз. Сосын мына жақта өте ала алмайтындай осындай қойып қоямыз. Енді бізге тезірек тамақтарды алу керек. Тамақтарды алайық. Мысалы, біз мына жаққа иттердің тамағын деген сияқтыларды қояйық. Осыларды зато адамдар алмайды да. Осылай қойып қоямыз. Және жоқ, тоқтаңдаршы, бұл болмайды. Одан да овощи, фрукты қойғым келіп отыр мен. Онда овощи, фрукты қойықшы менде. Негізі. Мысалы, мынандай және қазір көрсетемін. Не. Осындайларды қазір мен қойып шығатын боламын. Капусталар, сосын огурцылар. Біреу емес, енді 3-4 қылып қоямыз, себебі жақсы әдемі көріну үшін. Азық-түліктер толтырып болдым. Енді мына жаққа үстіне, яғни бізге уже пакет керек қой. Сондықтан да пакет істеймін. Мына жаққа қойып қоямыз да. Пакет, коробка деген сияқты себеттер сияқты сондайларды қойып қоятын боламыз. Енді мен негізі пакет аламын. Потому что пакет керек қой көбінесе. Және мына жаққа мен осылай қойып қоятын боламын. Тележкалар. Не, осылай қойып қойдық. Енді мынандай пакеттер, әртүрлі пакеттерде қойып қоямыз. Осылай 4 пакет қойып қоя салайын.
міне менің торговый центрім дайын. Енді қысқаша рум-тур жасап кетейін. Ең бірінші бұл азық-түлік сататын жер және дәретхана обычный. Мына жақта гамбургер деген сияқтылар. Мына жақта кафе. Мына жақта бізде киім сататын дүкен. Енді болды, сіздермен болған мен Тока Лайф арнасы. Сау болыңыздар. Және жан құрбылар 6-шы серия бүгін шығатын болады. Сондықтан да күтіңіздер. Лайк басып комментарий жазып маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.